Ассалаумағалейкум, құрметті менің YouTube жазушыларым. Бүгін, яғни Instagram арқылы қалай тез жазушы, яғни подписчик жинауға болады деген сұраққа жауап беремін. Көп адамдар осылай маған личкіге, яғни жеке хатыма көп адамдар жазады. Қалай тез жазушы жинауға болады, қалай оны ары қарай жүргізуге болады, яғни бизнес аккаунттар және де сосын личный аккаунттар, яғни жеке аккаунттар, сосын тематикалық парақшаларды қалай жинауға болады деген мен осы сұраққа мен жауап беремін. Мен қазіргі көп адамдар осы тез яғни тегін жолын іздейді әрине бірінші, одан кейін ақылы жол. Мен сіздерге ең бірінші тегін жолдармен бастаған, яғни бастауға кеңес беремін. Осындай бір белгілі бір осы жолдар арқылы жазушы жинап алуға болады. Яғни тегін жолдары ол mass following, mass liking. Mass follow дейтін өзі аты айтып тұрғандай массовый, follow дейтін, яғни читать, оқу. Яғни mass following дейтіміз, яғни өзіңіздің конкуренттеріңізден, өзіңіздің яғни керек аудитория, мысалға менде мысалға мынандай парақша бар. Бизнес, өзімдікін айтайын, өзімнің парақшамда бизнес аудитория керек. Сізге де мысалға бір аудитория қажет болады. Яғни сізге мысалға жаңағыдай әйелдердің мысалы торт пісіретіндердің несі керек, аудиториясы керек. Әрине сіз бірінші өзіңіздің конкуренттеріңізді қарайсыздар. Кім, ең үлкен кім? 5 аккаунтты тересіз, ең үлкен немесе 10 аккаунт. Соның сіз подписчиктерін ұлайсыздар. Яғни подписчиктер саны тұрады мысалға. Кез келген сіз конкуренттеріңіздің өзіңіздің несін ашсаңыз, мысалға 1 миллион подписчик болатын болса, соның үстін басасыз. Соның үстін басып, яғни тірі адамдардың аккаунттары өзі белгілі, яғни бизнес аккаунттардың нелерді белгілі. Сіз бизнес аккаунттардың аттары белгілі. Сіз живой адамдарға подписка жасау керексіз, яғни тірі адамдардың фамилия аттарымен белгілі болып тұрады. Соны mass following жасайсыз, үстінен подписка жасайсыз. Ол да адам қарайды, яғни адам қарайды, кім подписка жасаған, кез келген адам, қандай адам подписка жасап отыр, бәрін қарайды. Егер қызық болса, сізге қайтадан, яғни взаимно дейді, қайтадан сізге қайтадан подписка жасайды сізге. Сізге тоже подписчик жиналады, сізге яғни жазушы жиналады. Сосын оның қасына, mass followingтің қасына міндетті түрде mass liking қосу керек. Mass liking дейтін, ол да жаңағындай сіз конкуренттеріңіз қарадыңыз, подписка жасадыңыз, яғни жазылдыңыз, ол адамға сосын бір 2 суретіне лайк басқаныңыз дұрыс. Неге бәрін автоматтандыруға болады бұның, бірақ мен сіздерге кеңес бермеймін. Бастапқы кезде mass following, mass likingті өз қолыңызбен жасаңыздар. Әрине, бірден жаңа аккаунттарға мен кеңес бермеймін бұл іспен жасауға. Mass following, mass liking бұл нәрсе өте жаңағындай Instagram аккаунттарыңыз банға кетіп қалу қаупі өте жоғары, өйткені көп аккаунттарды білемін. Яғни осындай бір сервистерге қосып mass following, mass liking жасайтын, яғни комментарий жазатын, Insta+, Telegram, тағы да басқа аккаунттарды осындай сервистері қосып, бизнес аккаунттарынан айырылып жатқан адамдарды мен білемін. Сондықтан да қолмен жасағандарыңыз дұрыс. Mass following, mass liking. Бос уақыт болады, бос уақыттың кезінде осымен айналысқандарыңыз дұрыс. Екіншісі, пікірлер арқылы. Пікірлер дегеніміз ол комментарий. Енді қазір бүкіл біз терминдердің барлығын қазақ тіліне, яғни қазақша аударуға тырысып жатырмыз. Пікірлер арқылы дегеніміз комментарий арқылы. Кез келген жұлдыздың астын қарасаңыздар, бізде осы нені қолдандық басында пікірлер арқылы жазылуды. Астына біз жазып кетеміз. Мысалға сізде тематикалық парақша бар. Мысалға тематикалық парақша бар болса, мысалға біз асхана пайдалы кеңестердің барлығын осылай біз көтергенбіз. Ол кезде конкуренция аз еді, қазір де көтеруге де болады, пікірлердің астына жазып кетесіз. Осылай бізде ас түрлері, неше түрлі бар. Бізде пайдалы кеңестер бар. Бізге жазылыңыз.
бір керекті құнды пікір жазу арқылы сіз сол жұлдыздардың аудиторияларын тартып алуларыңызға болады. Бұл да өте жақсы жұмыс жасайды, және де сапалы аудитория келеді. Масс фолловинг, масс лайкингтен гөрі пікірлер арқылы адам бірден келеді. Яғни бұл екі-үш нені тәсілді қолданбас бұрын міндетті түрде аккаунттарыңызды дайындап алу керексіздер. Одан кейінгісі осыны жасадыңыздар. Одан кейінгі сапалы контент арқылы. Бұл үшінші, яғни қолданған дұрыс. Үшіншісі сапалы контент не үшін? Өйткені сапалы контент кез келген адамға, мысалға сіз көрсететін болсаңыздар, кез келген адам бірінші сіздің жазылмас бұрын бірінші сіздің парақшаңызға қарайды міндетті түрде. Қандай не беріп жатыр, қандай контент беріп жатыр, қандай дүние беріп жатыр, маған керек па, маған керек емес пе, бұл нәрсенің барлығы осы контент шешеді деген мен ойдамын. Өйткені көп адамдар сіз екеуін қолданған кезде үш тәсілді, жоғарыда тұрған үш тәсілді қолданған кезде сіздің неңізге, парақшаңызға міндетті түрде кіріп қарайды. Сапалы контент сіз өте бір керекті бір дүние, яғни оригинальный контент беру керексіз. Оригинальный контент дегеніміз, яғни ешкімде жоқ дүние. Мысалға, сіз тематикалық парақшамен айналысатын болсаңыз, блогерлік қызметпен, яғни блогерлік, яғни немен айналысатын болсаңыз да, контентпен, барлығы сапалы контент болу қажет. Және де бизнес аккаунттарға да дәл солай, сапалы контент. Мен көп адамдар көрем, көп адамдардың аккаунттарын қараймын, ішінде тамақтың суретін қойып қояды, мысалы қанша қымбатқа түсіреді, бүкіл нелерін қараймын, адамдардың көп контенттері өте қате, өйткені анаған тамаққа ешкім қызықпайды. Ол жерде ол жерде бір іс-қимылда, мысалға, адамдар демалдыратын бір контент керек деп ойлаймын. Және де міндетті түрде осы контент, егер сапалы контент сіз жасайтын болсаңыздар, call to action қолдана отырып, мен көп подписчик, яғни жазылушы саны 8,000, 10,000 жазылушы ғана бар адамдарды да көрем, блогерлерді көрем, кейбір парақшаларды көрем, бірақ просмотр саны, яғни көрілім саны 100,000, 200,000 адамға дейін кетеді. Яғни call to action міндетті түрде қолдану керексіз, сол кезде трафик босқа кетпейді. Жазылыңыздар парақшаға, бізге лайк қойыңыздар, бізге пікір қалдырыңыздар деген секілді call to action міндетті түрде қолдану қажет. Одан кейінгісі тегін жолы, яғни VP, яғни құрдас аккаунттарыңа посттарыңыз беріп, жазылушылармен алмасу дейді. Взаимопиар дейді. Енді бұны да қазақшасын болашақта аудара жатамын. Взаимопиар дегеніміз, ол сізде пост бар, сатылым әкелетін пост бар. Яғни оны сіз құрдастарыңыз, құрдас аккаунт дегеніңіз, мысалға менде 10,000 жазылушы бар, сізде де 10,000 жазылушы бар, немесе 15,000. Екеуміз взаимопиар, яғни бір-біріміздің посттарымызды беру арқылы жазылушыларымызбен алмасамыз. Неге? Өйткені бұл взаимопиар әлгі күнге шейін, осы күнге дейін жұмыс жасайды. Біз взаимопиар арқылы да тоже біз қолданып көтергенбіз. Біраз аккаунттар бар, қазір қателеспесем 2,5 миллион подписчик бар. Қазір менде қасымдағы жолдас болғанда да сонда 2,5 миллиондай подписчик бар. Екеумізде 5 миллион. Осы взаимопиар арқылы біз осылай көтердік. Яғни осы тегін жолдар арқылы, яғни взаимопиар арқылы да жақсы подписчик жинауға болады. Мысалға 10,000, 15,000 да, мысалы сіздер алмасасыздар, сіздер алмасқаннан кейін 15,000 жазылушыда 17,000 болуы мүмкін, сізде 12,000 болуы мүмкін. Осылай сіз құрдас аккаунттарыңызды жинап, контактілерін жинап, WhatsApp-тан группа ашып, бір-бірлеріңізбен, яғни алмассаңыздар болады, яғни взаимопиар. Осы өте керемет жолдар. Яғни сосын ақылы жолдар бар. Ақылы жол дегеніміз, яғни бұл егерде сіздерде бизнес аудиторияларыңыз болса, бизнес, яғни нишаларыңыз болса, бизнестеріңіз, кәсіптеріңіз болса, міндетті түрде осы 3 жолды қолдануларыңызға болады. Яғни таргет жарнама арқылы жинауға болады, яғни сатылым әкелетін пост арқылы жазылушылар тарту. Көп адамдар негативті қарайды қазір жарнамаға, көп адамдар яғни жарнаманы негативті қабылдайды. Сондықтан да сіз
жазылушы тарту үшін таргет арқылы да сіздер тартуға болады. Оны мына Заема пиар, яғни ВП қолданатын адам осы постты осы таргет арқылы, яғни беріп, осы таргетті жарнама арқылы беріп, яғни сатылмай келетін пост арқылы жазылушы тартуларыңыз болады. Ол жақтан да келеді, бірақ кішкене қымбаттау болады. Одан кейін ақылы алаңдар дегеніміз мына үлкен парақшалар бар, Қазақстанда көптеген $100, Дудосер, тағы да басқа да за тебя баке дейтін секілді ақылы алаңдар бар. Инста-видео, Сайбиз банда дейтін секілді үлкен парақшалар бар. Осылардан сіздер ақылы алаңдар арқылы, яғни сатылмай келетін пост арқылы жазылушылар тарту. Бұл жерде екі не бар, екі пример бар, екі сторис және лента арқылы сіздер тартуларыңызға болады. Стористан өте көп жазылушылық келеді, қаралым саны өте жоғары болады. Мысалы 20 мың, 30 мың просмотрға дейін кетіп қалады, 100 мың жазылушы бар парақшаларда. Егер оның активності мықты болса, яғни белсенді топ болса, сторис арқылы тартқандарыңыз дұрыс. Лента арқылы енді үлкен миллион подписчиктер барлар парақшалардан тартуларыңызға болады. Яғни ақылы алаңдарға тоже сіздер сатылмай келетін пост, астына call to action бар. Call to action дейтін призыв к действию, яғни іс-қимылға шақыру. Мына жерде жазылыңыз деген постты бересіз, ақысын төлейсіз, и ол сіздерге шығарып береді. Сол арқылы да тоже сіздер мықты жазылушы жинауға болады. Одан кейін үшіншісі блогерлер арқылы. Блогерлер арқылы енді бұл өте қымбат өте қымбат, яғни жарнама түрі. Қателеспесем, көптеген біздің қазақстандық блогерлерде өте қымбат жазылушы, яғни жарнама. Бұл жерде блогерлердің яғни кез келген бір посты қымбат тұрады, ол 100 мың теңгеден жоғары. Яғни белсенді блогерлерден, кейбір арзан блогерлерде бар, арзанға шығарып беретін. Бірақ бұны егерде сіздің үлкен бизнесіңіз болса, үлкен вложение, мысалы үлкен шығын, яғни шығаратын болсаңыз, осы блогерлер арқылы не қылсаңыздар болады. Бірақ әсіресе блогерлер, яғни вайнерлер, блогерлер, олардың аудиториясы енді қазіргі 70%, 80%, 14 жастан 21 жасқа дейін аудитория. Оларға көбінесе кімдер береді? Яғни брендтер береді, үлкен, мысалы Юфреймге, мысалы кімдерге, басқа да Джокасис дейтін нелерге, топтарға, оларға Сулпак, Фортебанк, солар жарнама береді. Samsung да, мысалы ЖК-ға беріп отқан. Сол секілді көп нелер, яғни блогерлер арқылы жарнама шығарады. Бұлар, егерде сіз үлкен, жаңағыда мен айта кетейін, үлкен нелеріңіз болса, жарнама бюджеттеріңіз болса, ол осы арқылы да беруге де болады. Олардың кез келген жаңағыдай биосында, яғни контактілер бар, менеджерлердің контактілеріне WhatsApp-ына шығып келісуге болады. Әр блогерлердің жарнама құны әртүрлі. Одан кейін мен жазылушыны мына жолдармен жинамаған дұрыс деп мен айтамын. Бұл жол, яғни еріншектердің жолы, еріншек, жалқау, сол адамдардың жолы, ол яғни бірінші гиф конкурс. Конкурсты бәрі біледі. Конкурс деген көбінесе енді шыны керек лохотрон деп айтады. Лохотрон, гифте, конкурста кейбір бүкіл десем болады, 95% гиф лохотрон. Гиф арқылы да ол жерде не целевая аудитория, яғни целевая дейтін дәл емес сіздің аудиторияңыз сәйкес келмейтін адамдар жазылады гиф арқылы. Ол гиф арқылы өте сапасыз аудитория келеді, сапасыз яғни нелер келеді, непрогретый дейді орысша айтқанда. Қызулы аудитория бұл жақта жоқ гиф арқылы. Гифке мүлдем сіздер жоламаңыздар. Оны жалпы өзімнің басына өткен не бойынша мен айтамын. Өзімнің басына өткен оқиға бойынша мен айта аламын. Одан кейін накрутка. Накрутка сервистер көп өте интернетте, яғни Ресейде әсіресе
накруткада өз-өзін алдау, подписчик санын бұнда мүлдем қолданбағандарыңыз дұрыс. Накрутка өйткені сіздердің біріншіден аудиторияңызды бұзады. Инстаграмның яғни алгоритмі бұл накрутканы біледі, яғни сіздің шығарған посттарыңыз лентаға шықпайды. Біріншіден ER дейді, вовлеченность дейтін мүлдем болмайды. Сондықтан накрутка қолданбағандарыңыз дұрыс. Одан кейін үшіншісі, дайын аккаунт сатып алу. Бұл да қазір соңғы кезде менен сұрайды, аккаунт бар ма, қуат бизнесіме салайын деп. Олар ойлайды, дайын аккаунт сатып алсам, болды, менде сатылым былай 2 есе, 3 есе жоғарылайды дейді. Я түсінемін, егер де бір 10 мың жазушысы болса, алуға болады. 10 мың, 5 мың жазушы болса, алуға болады. Ал одан әрі жоғары, мен жоғары подписчик, яғни жазылушы саны көп дайын аккаунтты сатып алмаған жөн. Өйткені сіздің ол жерде алгоритм, яғни Instagram алгоритмі сіздерге олар басында осындай қызыққанда, мысалы, мен автокөлікте қызығатын бір аудиторияны сатып алдым. Оны мен бардым да тігін туралы бір курстың не алатын бір, яғни курсты жарнамалайтын бір парақшаны атын алмастырдым да. Одан кейін Instagram алгоритмі, яғни басында машинаға қызығатын адамдарды жинады, солар көрсетеді, просмотрлары мықты болады. Ал мен тігінді салсам, тігінге ешкім қызықпайды, оның просмотры жинамайды. Сондықтан да дайын аккаунтты былай алгоритм алдау, Instagram алгоритм алдау мүлдем дұрыс емес. Ол саны, мысалы, қарап отырсаңыз, 2000-3000 подписчик жазылушылық бар санымен бірде болып қалады. Сондықтан да ерінбей жинаңыздар. Жазылушылар мен айтқан тегін жолмен де, ақылы жолмен де жинаңыздар. Және де менің осы айтылған кеңес бойынша жұмыс жасасаңыздар, сіздерге міндетті түрде жемісті жұмыс болады. Осы видеоны көргендеріңіз, соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Төменде телеграм канал бар, менің телеграм каналым бар. Сол жерде мықты өте құнды ақпараттар беріледі күнделікті. Және де чат бар, ол жерде чатта ол жерде мен отырам, өзім жауап беріп отырам. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, міндетті түрде мен сіздерге тікелей жауап беремін. Және де Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы видеоға лайк басып, подписки дейтін жерге, подписаться деген жерге басып, колокольчик қойыңыздар, менің колокольчик басып қойыңыздар, менің видеоларымды жібере алмаңыздар. Сау болыңыздар.